Баршаңызға қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Дәл қазір жігерді алып кетіп бара жатыр. Мына кісі. Апасына апарып көрсетем дейді. Қаңғып келді міне. Естәсіңдер, тиктоктың королі келе жатыр. Бақыттың білмей. Бауырым, мен тікелей эфирде отырмын. Звондамашы мағыма қазір. Айттым ғой жаңа. Ішке жылап жатыр. Жігерді алып кетіп баратыр. Жаным, настроение түсіп кетіпті жігерді алып кеткенге. Қазір енді алдап магазинға алып бара жатырмыз. Негізі достар, менде задайте мне вопростың ішінде көп сұрақ, қандай сұрақ екенін өздеріңіз біліп тұрсыздар. Бірақ мен ішінен тауып алдым. Оған қатысы жоқ басқаша сұрақтарды. Енді елдер айтып жатыр, после родов босанғаннан кейін депрессия деген нәрсе болады. Сол депрессия точно жоқ болып кеттің бе деп жатыр екен елдер. Сәл депрессияға кірейін деп жатқан моментте Асия ханымға хабарласып, сол кісінің поддержкасының арқасында, мотивациясының арқасында депрессияның Д деген әріпінде көрген жоқпын. Депрессия менен қашады ғой, жалпы айтқанда. Стористер жоқ болып кетуімнің себебі де оған байланысты емес. Қазір өзіммен жұмыс жасап жатырмын. Енді өздеріңіз білесіздер, үй салып жатырмын. Қыс келе жатыр, қыстың қамы деген нәрсе. Шетелге шығып келіп жатырмын. Просто өзіме көп уақыт бөліп жатырмын. Себебі неге десеңіздер, ақша потогын конкретно ашып тастағам ғой мен деген. Ақша деген. Ақбота, сіздің кошелегіңізге, голдыңызға кірсем бола ма деп тұрады ғой.